адамзат осы кезге көмектесіп келген жоқ, көмектесе алмай келді. Адамның жүрегінде құдаймен пара-пар тесік бар, бірақ әркім оны өзінше шешеді деген сияқты. Құран ол басқа мәселені шешетін кітап ретінде келген да. Құдайдың жоқ екенін мен жалшыма айтпаңдар, әйтпесе түнде келіп бауыздап кетуі мүмкін деген. Сен өзгеруге тырысқан күні сенімен соғыс басталады. Мен керісінше мақал шығарамын, құдайдан қорыққаннан қорық. Боқтап қарғайтындардың барлығы Діни адамдар дейсіз. Еуропада содан басталды. Жұмақты сата бастады. Сертификатпен, печатпен. Мешітке ақша керек. Мешіт оны қайда жұмсайды деген ешкім сұрақ қойған жоқ. Бірақ мен қайда кететінін мен білемін. Абайдан артықсың ба десе де, жарылып кетсе жүректеріне айтайын, жүректе ештеңе болмайды. Дін жоқ. Мен өзімді ақымақ санаймын. Дінді ұстанатын адамдар өзінің дұрыс жағын көрсетіп жатқан жоқ. Өйткені осыған дейін мен Қазақстанда көрген жоқпын, бір мұсылман мен атеистің отырып пікір алмасып отыруы әлі біздің қазақ тарихында болды ма екен? Мен өмірді көрмеймін сен сияқты, сен өмірді көрмейсің мен сияқты. Бірімізді біріміз түсінбеудің себебі сол сияқты. Армысыз көрермен, бүгін сіздермен онда тұрған не бар хабарының келесі шығарылымы дін адамға керек па тақырыбының екінші бөлімі десек те болады. Біздің арнайы қонағымыз бүгін келіп отыр, психология саласынан дінді талдаймыз, және де біздің тұрақты қонағымыз Қайрат Рахметов. Қош келдіңіз. Және де психолог, кішкене болса да дін саласынан хабары бар, психология бойынша талдайтын маман, психолог Асхат Базарбай. Қош келдіңіз. Жалпы кеше алдыңғы подкастта қарағанымызда өте көптеген негативті комментариялар келген, және де позитивті комментариялар келген, қоғамның ойы екіге жарылған, үлкен пікір тудырған подкаст жасай алдық, дін адамға керек па деген тақырыпта. Ол жердегі пікірлерді ескердік, жалпы адамға діннің қажеттілігі, ғылымның қажеттілігі деген сияқты. Енді бүгін соны екі түрлі пікірде талқыласақ деп отырмыз. Алғашқы сұрағым, жалпы дінсіз адам, жаны жоқ адам деген пікір қалыптасқан жалпы қоғамда. Оған сіздің ойыңыз? Дінсіз адам, енді жалпы діннің ғасырлар бойына адамзатқа адамдар жалпы ғасырлар бойына осы дінмен келе жатыр десек болады. Дін менің ойымша ешқашан бір жаққа кетіп қалмайды. Бірақ енді былай ғылыми қарайтын болсақ, енді діннің даму несін, дін әртүрлі кезде адамдардың әртүрлі проблемасын шешіп келген да. Сол үшін ойлаймын, енді адамдар осы дінмен әрқашан дін ешқаяққа кетіп қалмайды деп ойлаймын. Бірақ діннің бұрынғыдай әсері азаюы мүмкін адамның қоғамына, күнделікті өмірде мүмкін ол жағынан азаюы мүмкін. Бірақ дін адамдарға біраз керек болады. Қайрат мырза, сіз осы тұрғыда не ойлайсыз? Енді мен сіздің пікіріңізді жобалаймын. Дін жалпы ғалымдар дінді, қандай да бір дінді айтқан кезде монотеистік діндерді кіргізбейді. Ол анимизмнен бастап бүгінгі атеизмге дейінгі діндердің барлығын кіргізеді. Білесіздер, діннің тарихы қай кезде басталды? Біз білетін діннің тарихы қай кезде басталды? Ол аграрлық революцияның кезінде басталды. Ал негізі анимизмнен бері келе алады. Өйткені кез келген нәрседе жан бар, кез келген нәрсе рух бар деп сенді. Анимизмді білесіздер. Одан кейін политеизм келді, көп құдайлық, одан кейін монотеизм, қазіргі теистік діндер, авраамдық діндер әсіресе. Одан кейін барып бүгінгі атеизмге дейінгі жол. Бұл жерде Эйнштейннің сөзі бар, дін адамдардың әлсіздігінен туған дүние деген. Неге әлсіздігінен туған? Өйткені кез келген ғасырда тарихты алып қарасақ, адамдар өзінің шеше алмаған мәселесін, қандай да бір мәселесін, өйткені ғылым дамыған жоқ қой, мәселесін көктен іздеуді, көктен сұрауды. Мысалы, кез келген бір егін суара алмаған кезде міндетті түрде оған қандай да тасаттық беру, біреу жануарды бауыздау деген сияқты, сол құрбандық шалу арқылы біз құрбандық шалу арқылы көмектесе аламыз деген сияқты сондай ойлар қалыптасты. Бұл айтқан кезде Асхат мырза айтып отыр, мен бірақ оған қарсымын, жартылай. Неге? Өйткені дін адамзат осы кезге көмектесіп келген жоқ, көмектесе алмай келді. Адамдар соған сенді, көмектеседі деп. Бірақ онсыз да білеміз, дін қай уақыттарда көмектесе алады. Дін адамның өз-өзін ұстау процесінде, яғни өз-өзін алдау дейміз ба, қалай өз-өзін
жалғыз қалдырмау мәселесінде шешіп беруі мүмкін. Бірақ бұл интимный дүние. Бұл қоғамдық саяси дүние емес. Бұл жекелеген адамдарға, яғни ана сөз бар ғой. Есімде шығып тұр, канттың сөзі ма, ватердің ба, әр адамның жүрегінде құдаймен пара-пар тесік бар, бірақ әркім оны өзінше жамайды деген сияқты. Жер бетінде 8 миллиард адам болса, 8 миллиард құдай бар. Яғни әркім өзінің фантазиясымен елестетеді оны. Сондықтан мен айта алмас едім, дін туралы айту үшін діннің тарихын білу керек. Иә. Ол қай кезден басталды, және қай кездерде қандай құдайлар рөлдерін атқарды деген сияқты. Бұл жерде енді дін бірінші менің айтқым келгені адамдарда әрқашан қазірдің өзінде әртүрлі жауап бере алмайтын сұрақтар бар адамның өмірінде. Иә, Ол кезде де сол кездің адамдарына ол бізге қазір күлкілі болып тұруы мүмкін кейбір іс әрекеттері. Бірақ сол кездің адамдарына ол әлем, былай айтқанда, ол мысалға сол кездегі анимистік діндерді ұстанатын адамға қарайықшы. жұмбақ болды дейсің. Иә. Немесе сол кезге қарайық. Оның әлемі мынау күмбез, мынау төбе, былай айтқанда күмбез секілді. Түнде қараңғы түн, күндіз күн шығады, жер, сондай әлем. Вот сол кезде адамдар сол кезде әртүрлі жауап беру керек болды өздерінің сұрақтарына. Иә. Сол кезде дін арқылы белгілі жауаптарын алып, бір мағынада осы түсініксіз әлемге келген адам оған бір ішінде тыныштық табатын жері болды дін. Себебі дін арқылы жауап бере аласың көп нәрсеге. Оңай жауап. Иә, сол кезге ол керек болды. Сол кезге Иә. адамға керек болды. Адам деген сол жаратылысқа сол кездегі проблемаларын шешті. Екіншіден, ол қоғамдық жағынан проблемаларды шешті. Бір-бірімен мысалға әртүрлі өздеріне зиян тигізетін мәселелерді оны дін жағынан дұрыс емес қылдырып қойды. То есть харам деген сияқты, мысалға бірінші анимистік діндер, әртүрлі кейіннен политеистік діндер, оның барлығы бүкіл құдайлардың әлемі болды. Олар белгілі мағынада, енді дін тарихына қарайтын болсақ, екі мәдениеттер қосылған кезде бір-біріне діндер де қосылды. Құдайлары ортақтаса бастады. Одан кейін генотеистік діндер дейміз, үлкен құдайға апаратын ортада құдайлар бар деген. Басқа және де монотеистік діндер. Енді монотеизм былай егер немен қарайтын болсақ, тек қана былай атеистік оймен қарайтын болсақ, бұл діннің эволюцияланған түрі. Былай айтқанда, дін уже көп мәселелерді шеше келе, белгілі адамдардың қоғамдағы, мысалы қазір біздің тыныш отыруымыз, қоғамда әртүрлі алауыздықтардың болмауы, әртүрлі қылмыстардың болмауы сияқты проблемаларды сол кезде дін шеше алды, қоғамдағы мәселелерді. Одан бөлек адамның өзінің жеке өміріндегі проблемаларды, сұрақтарын, әртүрлі жауап бере алмайтын сұрақтарға да сол кезде дін белгілі мағынада жауап беріп отыр. Енді қазірдің өзінде де әлі сұрақтар бар адамдарда. Бір жағынан қазір адамдар, кімнің, Ницценің айтқан, Ницце дейміз ғой, сол кісінің айтқан Құдай өлді дегеннен кейін бір мораль қалмай қалды. Құдай өлді, орнына қоятын бір миф керек болды. Орнына қоятын миф болмады. Сол үшін бұның соңынан алып барған нәтижесі бірінші дүниелік соғыс, екінші дүниелік соғыс, әртүрлі үлкен дүние жүзіндегі проблемаларға алып келді. Сол үшін қазірдің өзінде әлі шешілмеген проблемаларға дін солай жауап береді деп ойлаймын. Иә, анандай мағынада емес. Әрине біз сырттай бұрынғы ісімізге күлеміз. Мысалы, енді мұсылмандар алғаш, мысалы 2000 жылдар біз анау көріп шыққанға крисаға айналып кеткен қызға сенетін едік дегендей ғой. Сол кездің исламы. Иә, сол кездің исламы сол еді. Сол кезде соған сенетін едік. Қандай неткен бір ғажайып дүние. Енді қазір ол ісімізге күлуіміз мүмкін. Сол секілді ол кездегі адамдардың кейбір іс-әрекеттеріне қазір күлкілі болуы мүмкін, бірақ сол кезде ол кездің проблемаларын шеше алды да. Сол үшін қазірдің өзінде де әлі жауап бере алмайтын, ішкі дүниесінде жауап бере алмайтын, ғылыми жақтан да жауап бере алмайтын нәрселерге, дін кейбір нәрселерге ол былай деп айтады. Ғылым білмеймін дейді пока. Ғылым пока білмеймін дейді. Енді сұрақ осы да ғой. Иә. Дұрыс айтасыз, дін эволюцияланып жатыр. Иә. Анимизм болды, политеизм, монотеизм, атеизмге дейінгі. Бірақ діндердің бұл атеизм, бұл дінді жоққа шығару. Атеизм қарсы. Бірақ дін монотеисттен кейін тағы бір дін пайда болады деп ойлайсыз ба? Менің сол сұрақ маңызды. Өйткені енді әлемге бүкіл адамзатқа бір дін керек. Енді сол үшін бүкіл христиандар тырысып жатыр, мұсылмандар тырысып жатыр. Енді яхудилер тырыспайды, өйткені олар тек қана еврейлерге тән деп айтады біздің дін. Ал қалғандар
міндетті түрде өзін діндарлатуға тырысады. Әсіресе осы соңғы ширек ғасырда, жарты ғасырда мұсылмандар тырысуда, бүкіл әлем мұсылман діні болу Мгм. керек, жаулау керек деген. Содан бүкіл әлем осыдан сескеніп сақтанып жатыр. Өйткені қазіргі қоғамда ол гуманизм, либерализм, гуманизм, идеология ғой. Негізі мен бүйтіп ойлаймын, идеологияның өзі мен дін сияқты көремін, бірақ құдайы жоқ. Мысалы совет одағының кезде 15 мемлекетте әрқайсысын дін алып тастаған кезде ленин мен сталин орнына бір қандай миф сыйлау керек болды. Мгм. Оған не сыйлады? Атеистік көзқарас сыйлады, дұрыс, марксизм сыйлады, қандай бір идеология, міндетті коммунизм сыйлады. Адам бақытты болады, міне қой үстіне боз торғай жұмыртқалаған заман алып келеміз, ұмытсақ деген сияқты. Бірақ оны зорлықпен енгізді адамдарға, осознанно келген жоқ. Адам қандай да бір кішкентай түрмеден шығып үлкен түрмеге түседі, яғни кішкентай бір мифтен құтылдым деп ойлайсыз, бірақ үлкен бір мифке барып түсесіз. Мгм. Дұрыс айтасыз, адам мифсіз өмір сүре алмайды, қандай да бір мифтің астына бірігеді топ болып. Иә. Ол жалғыз өзі адам болса, өйткені бізде стадный мышление дейді ғой, адам қай кезде адам болып қалыптасты? Бірге бастаған кезде. Келісеміз ғой, адам бірге бастаған кезде. Мгм. Адам жануарлардың негізі көбісі неге дамымайды деген кезде олар бірге алмайды. Максимум бірігетін шимпанзелер 50-100-ге дейін ғана бірге алады. Сондықтан олар басқа жануарларға қарағанда ақылдырақ. Байқайсыздар ма? Адам 1000, миллион, миллиардқа дейін бірге алды. Сондықтан олар ақылды. Бұл жерде сананың дамуы бірге алуында. Енді басқа бір Туамото деген сияқты басқа Африкада аралдар бар, тастанды аралдар, ол жаққа ештеңе бара алмайтын. Ол аралдарда адамдар 1000 жыл бұрын неде өмір сүріп жатыр, қамыстың арасында. Қорғандары қамыстан. Неге деп ойлайсыздар? Өйткені араласатын адамдар жоқ. Басқа топтармен араласпағандықтан олар сол деңгейде қалып кетті. Сондықтан адамдардың дамуы оны қандай да бір дін деңгейінде сана берілген жоқ. Адам туыла сала сана берілген жоқ оған. Олар бірігу арқылы, ана сайпантады, бірігеді, көбейеді, анамен бір бірін жаулап алады, айтып жатқан сияқты. Сөйтіп үлкейеді. Келесі бір қызықты сұрақ келген екен. Негізінде енді бұл подкаст бізде оқырман сұрақтарына сәйкес, пікірлеріне сәйкес сұрақтар болып жатқандықтан, бір көрермен айтады, кейбір психологтар дейді, сенімге, дінді дейді, сенімге негізделген өзін өзі емдеу механизмі деп атайды дейді. Бірақ бұл шынайы сенімді жоққа шығарады ма дейді. Қайтадан. Дінді кейбір психологтар сенімге негізделген өзін өзі емдеу механизмі деп атайды дейді. Бірақ бұл шынайы сенімді жоққа шығарады. Мысалға, егер дін адам дінді ұстанса деп тұр ғой, енді ол өзін өзі емдеп шығады. Дін жеткілікті ғой деген психологиялық тұрғыдан, Ну, жалпы психологияның өзінің даму жолы бар. Енді ол психология белгілі философиядан шығып, өзінің даму жолы болды. Енді психология мынандай, енді мен былай ойлаймын. Дін негізінде ғасырлар бойына әртүрлі, мына шаман дейміз ғой, шамандар секілді әртүрлі деңгейде шаманның түрлері болды. Бізде қазақ қоғамында олар бақсы рөлдері алды да, бақсы рөлдері. Сол бақсылар ол кезде ол басында шаманистік кәдімгі бақсы болуы мүмкін, кейіннен ол мұсылман бақсыға айналған болуы мүмкін, емші секілді, сондай құран оқиды, үфлейді дегенде, иә, сондай бақсы. Ол бақсылар өз кезегінде сол кезеңдегі адамдардың психологиялық қызметті атқарды. Олар ғайыптан бір нәрселер айтатын секілді, өзінің ішкі әртүрлі олардың айтып келген, өзінің дертін айтып келген адамға әртүрлі ақыл беру арқылы, өзінің жағынан оны түсіну арқылы, ішіндегісін айтқызу арқылы белгілі сол қызметтерді атқарды. Рухани қажеттіліктерін жапты деп ойлаймын. Белгілі уақыттан кейін дінде, негізінде ислам дінінде де ол болды. Мысалға, сопылықта әртүрлі пір дейміз, пірлер болды, ұстаздар болды, ол жерде арнайы сондай ғылымдар болды, адаммен сөйлесетін, адамның проблемаларын сөйлесетін, мысалға, тіпті анау Гурджиев деген бар, соның мысалға Гурджиевтің алып келген, мынау Мұхаммед Бахаудин Нақшбанди деген тарихаттан алған эннеограмма деген бар, қазіргі кезде психологияға жақын дүние. Сол жерде де олар, мысалы, сопылар сол нәрсені қолданған. Оны кейіннен Оскар Ичаза деген адам, кейіннен Клаудио Наранхо деген адамдар таратқан дүние жүзіне. Сол мысалға эннеограмма арқылы адамдардың, сол кезеңдегі адамдардың әртүрлі ішінде тұрған негізгі қорқыныштары неде, негізгі мотивациясы неде, сонымен сопылар
ұстаздар сонымен адамды рухани дамыту жолдарын жасаған. Енді белгілі 90-шы жылдар бізде дін келгеннен кейін, СССР кеткеннен кейін, дін келгеннен кейін бақсылықтың бәрі харам бола бастады, дұрыс емес бола бастады. Орнына жабатын нәрсе болмай қалды. Орнына келтіретін нәрсе болмай қалды да рухани жағы кетіп қалды діннің. Тек қана қалыбы келді. Тек қана былай ұстау керек, былай істемеу керек, былай істеу керек деген рухы жоқ болып қалды. Сол кезде қоғамда сол рухани қажеттіліктерді жабатын бір адамдарға мұқтаждық туындады да сол кезден бастап психология келе бастады. Сол психология уже ғылыми тұрғыда зерттеулермен нелермен келіп сол орынды жапты деп ойлаймын бір мағынада. Әрине психология оны дінмен қарама қарсы қоюға болмайды деп ойлаймын да. Себебі мысалға медик адамның тісіңді жөндегені немесе бір хирургтың христиан болғанынан пайда бар ма, зиян бар ма? Ешқандай Иә, зияны иә. пайдасы жоқ. Психологияда да солай. Психология адамның эмоциясымен жұмыс жасайды. Іштегі қалып кеткен қиын, сондай тағдырында болған әртүрлі травмалармен жұмыс жасайды. Ол сенің діни көзқарасыңа, пікіріңе ол тиіспейді. Ол жерде онымен айналыспайды. Иә, иә. Сол үшін психология сондықтан дінмен қарама қарсы қоюды дұрыс емес та. Және де кейбір кезде мынандай қателік бар. Дінді мысалға аяттар бар мына фәсәлу әхлә зикри ин кунтум ля та'ламун дейді. То есть білмесеңдер білгендерден сұраңдар деп келтіреді. Ол кезде немесе Құранда бәрі бар дейді. Құранда бәрі бар деп мысалға химияда біреу сұрауы мүмкін. Мысалы химиядан альдегидтер туралы қай жерде айтылған дей салуы мүмкін. Мысалға білмеймін фенол туралы қай жерде айтылған, мысалы немесе бензол алты бұрышын қай жерде айтылыпты деп келтірсе, адам енді деп қалуы мүмкін. Ол Катангин жерде ұстайды деп па? Катангин ұстайды деп. иә, сондай бір нәрселерді айт десе, ол түсінбей қалуы мүмкін. Сол үшін дін Құранға ол қызметті қойып қоймау керек. Құран ол энциклопедия кітабы емес. Құран ол басқа мәселені шешетін кітап ретінде келген де. Сол үшін ол нені қойған кезде кейбір ғылымның адамдары дінге қарама қарсы позицияны ұстанып қалады. Бұлар қалай қарастырып жатыр, олардікі дұрыс емес қой деп қарастырып қалады да екі қарама қарсы позиция ұстанады. Сол үшін діндегі адамдар ғылымнан алшақтай бастайды, ғылымдағы адамдар діннен алшақтай басталады да сол нәрселерден. Енді бұл жерде мынандай сұрақ болып тұр ғой. Мхм. Мысалы мендегі басты мәселе мынау. Шынымен егер біреу жаңалық ашатын болса, ол Құранда бар ғой деп айта алады да. Ол бәрімізге таныс жағдай. Бірақ Құранды ақтарсаң, Құранда ол жоқ. Жоқ, біріншіден, екіншіден, егер Құранда бәрі болатын болса, бүкіл мұсылман әлемі бұл қазір қауымның 50%-ын хотя бы ашып қою керек еді. Бірақ ешқандай мұсылман әлемінде бірде-бір ғылыми жаңалық жоқ. Егер Құранда болатын болса, егер Құранды тек қана имамдар, біздің жалпы муфтияттар, теологтар түсінетін болса, онда бүкіл ғылымды солар ашу керек еді. Бірақ онда ешқандай дұрыс айтасыз, мен келісіп отырмын. Ол жерде онда ешқандай ғылыми дәлелдемелер, ешқандай формулалар жоқ. Мен элементарно одан нені іздеп көрдім? Клеткалар туралы, ткандар туралы іздеп көрдім. Онда ешқандай мәлімет таппадым. Өйткені ең маңызды, біз жасушадан тұрамыз ғой. Біз жасушадан тұрмыз, хотя бы сол бар шығар деп. Сондықтан мен сізбен келісемін, діннің өзінің қоғамда атқаратын қызметі болу керек шығар. Бірақ сіз айтқандай, қоғам балақ түріп кию керек па, қиып кию керек па, сақалды қалай құру керек, шашты қалай өсіру керек, төсек қатынаста қалай жату керек, қай уақытта тұру керек, қай уақытта жуу керек, қалай жуу керек деген мәселе талқылағандықтан, тура Ататүріктің темасы сияқты, Ататүрікте Түркияға келген кезде тура сол нәрсе талқылап отқаннан кейін ол 800 молданы апарып жарып жіберді. Өйткені қоғамды сол осы нәрсе шірітетіп көрді. Өйткені ол Европада оқып келді ғой. Біздің қоғам дәл қазір соның кейпінде отырмыз. Талқыланатын әңгімелердің барлығы соның аясында болды да. Бұл қоғамдағы көз ашық адамдарды тітіркендіріп жатыр. Оны да қоғамда осы адамдарды түсіну керек. Өйткені түсініп отыр, енді кез келген кітаптың бетін ашып оқып зерттеген адам, тарихты зерттеген адам міндетті түрде болашақты көре алады. Зерттеген адам қарайды, қазір біз не істеп жатырмыз, бүгінгі күнге футурализм деген ғылым бар ғой, болашақта ғылыми болжау. Қазіргі істеп жатқан іс әрекетіміз бар, болашақта біз қайда баратқанымызды көруге болады. Сондықтан кітап оқып ізденіп жатқан жастарды көрмегендіктен ішің ашиды. Біз айтып жатқан жоқпыз ғой, мысалы математиканы оқып, химияны оқып, биологияны оқып, тарихты оқымыз, сен элементарно өзіңнің дініңді жақсылап зерттеп келші, сосын барып көп сөйлесейік деп. Өйткені
адамдарда бізде қоғамда айтады ғой, мына сөз мені қатты маған көп бүйтіп айтады, сен өзіңді ақылдымын деп санайсың ба, сен өзіңді абайдан ұлы көресің ба деп маған сондай сұрақтар қояды. Мен айтамын, жоқ, мен өзімді ақымақ санаймын. Өйткені оқыған сайын өзің ақымақ екенін түсінесің. Оларға сұрақ қойсаң, мен білемін бәрін дейді, ақиқатты дейді. Әңгіме осыда. Бағана сіз сөзіңіз айтты ғой, ғылымда ақиқатты білем деген нәрсе жоқ. Ғылымда біз білмейтін сұрақтар көп, зерттеу керек деген бар. Ал дінде ақиқатты біз білеміз деген нәрсе бар. Дінде просто точка қояды. Мен соңғысымын, мен ақиқатты білем, болды, осы точка дейді да, сонымен адам сол моментте тоқтайды. Кім білем, мен білдім деген адам негізі сол моментте тоқтайды. Мен білмеймін, әлі де зерттеу керек, әлі де ақиқатты анықтау керек, әлі де алға қарай жүру керек деген адам ғана дамиды. Сондықтан менің білетінім 9, білмейтінім 99 дейтін содан қалған сөз ғой. Сондықтан адам іздену керек. Біздің қоғамға қазір сол жетіспейтін сияқты. Енді ғылым негізінде исламда бағанағы алғашқы аяттың өзінде сені жаратқан Раббыңның атымен оқы деген аят бар да, ең бірінші аят. Ол жерде жаратылыс ғылымына маңыз берген. Негізінде ислам әлеміне қарайтын болсақ, негізінде бастапқы кезде ислам әлемі ғылымнан алшақ болмаған. Ғылымға дұрыс ниетте қарағандар болған. Әрине, әрқашан радикально немесе бағанағы бір жақты қарайтын адамдар әрқашан болған. Бірақ жалпы тенденция ретінде қарайтын болсақ, ислам әлемінде ғылымға қатты қарсылық көрсетпеген. Бірақ кейін келе әртүрлі мәселелерден ғылым мен дін бір-біріне қарама-қайшы сияқты көзқараста болғанда, және де қазір айтып тұрғаныңыздай, то есть ғылым ол мен білмеймін деп айтады, ол жақсы. Білмеймін дейді, білуге тырысады. Дінде кейбір біз жауап бере алмайтын нәрселерге жауап береді. Бірақ егер жаңалықтар әкелсе, әртүрлі жаңа көзқараста да дінде де жаңа көзқарастарды алып отқан. Бірақ әңгіме мынада, Әрқашан мысалға ғылымның дамығандығымен жердің мысалға домалағы екендігін бастапқы алғашқы мұсылмандар білмеген мысалға. Бірақ кейіннен ол да ештеңе етпейді, ол да ғылыммен дамуымен Құранда әртүрлі аяттар бар екен деген сияқты жанама дәлелдер тапқан да. енді дін сұраққа дұрыс уақытша жауап бере алады. Иә. Қандай түрде? Діннің бірінші мынаны қарап алуымыз керек, концепциясын қарау керек. Діннің негізі сенімде, ғылымның негізі ол білімде. Ол сенімге жүк артады, ғылым білімге артпайды ғой. Егер сұраққа жауап таппай жатса, кез келген діннің несі өкілі, ол барып зерттемейді. Ол қандай да бір не айтады, мысалы бір соған жауап беретін жауапкершілік адам, имам болсын, кез келген адам болсын, ол осынша бола саған жер тегіс, оны біз тасбақа көтеріп тұрып, күн батады, күн шығады деген сияқты. Күн батпайды, күн шықпайтын, ол батпайтын, шықпайтын, ол кейін ғылым ашылғаннан кейін білдік, Коперник, Галилео ашқаннан кейін. Сол сияқты діннің негізгі несі, основа дейміз ба, тірегі ол сенімде ғой негізі. Бір нәрсеге сен ғайыпқа сенуің керек. Ол саған айтты ма, ол сен соған сенесің. Ғылымда ондай емес. Ғылымда бірінші гипотеза болады, теория болады, содан кейін факт. Дұрыс қой? Сол сияқты қадамдар жоқ, зерттеулер жоқ. Бір жердің дөңгелек екенін, шар тәріздес екенін, ол күннің осымен айналатынын түсіну үшін қаншама ғасырлар кетті, және қаншама жертвалар болды. Бірақ мұсылман әлемі, иә, ғылым қай кезде дамыды? Ол туыла сала дамыған 7-ші ғасырда ғой. Бұл ислам, бұл ең жас дін, монотеистік ең жас дін, 7-ші ғасырда дүниеге келген, араб түбегіндегі. Ал ғылым қай кезде дамыды? Ғылым 10-12-ші ғасырдың арасында дамыды. Әл-Фараби, Ибн Синалар оған бізге куә. Бірақ оларды да көп қоғамға сыйдырмай қудаладық та, ақыры кәпірге шығарып, Әл-Ғазали теолог, ақыры олардың ол Әл-Ғазали шығарған болуы мүмкін, кейбір ғалымдар оны мұсылман ретінде санайды, әрине. Жоқ, мен мысалы бүйтіп айтсам болады. Иә, мен мысалы арамызда біздің қазақтан бір ғалым шықса, әлемге танытылып, ол мұсылман деп айтуы мүмкін. Ол бірақ атеист болуы мүмкін. Бірақ мұсылман әлемінен шықты ғой. Оларға да тура сондай. Олар өзін деист санаған болуы мүмкін, өйткені атеизм деген не болған жоқ, көзқарас болған жоқ. Ол деист санаған болуы мүмкін, өйткені Әл-Фарабидің несі бойынша Құдай әлемді жаратты, бірақ одан кейін араласпайды. Сен не ішесің, не жейсің, не бүлдіресің, неге араласасың, ақ, қара, көк, мен сен қарап отырамын, ондай нәрсе жоқ. Ол жаратты, ол ісімен жүреді. Анау эволюциямен өзі дамиды. Оның концепциясы сол болды. Ал діни көзқарастар оған қарсы жоқ. Ол бізді әрдайым аңдып отырады, біздің дұғамызды тыңдап отырады.
сондықтан ол кезде қарама қайшы көзқарас болды. Мгм. Сондықтан оны қудалады деп айтамын. Қазір енді қазіргі қоғамда, біздің қазақ қоғамына әл фараби мен ибн синалар келсе, қазіргі қазақ қоғамы сыйдырады деп ойлайсыз ба? Енді біздің ешқашан мынандай ғой, бір мысалға бір халыққа қарап ол діннің несі деп айта алмаймыз. Мысалы қазақтар қазір діннің представительі ретінде солардың бір алға тұтар сол халық деп айта алмаймыз да. Және де дін деген ол бір халықтың мысалға Көрсеткіш емес дейсіз ғой. иә көрсеткіші болмауы мүмкін. Ешкім көрсеткіш болмауы мүмкін. Мысалы арабтарға қарап біз мыналар діндар болса, мыналар мұсылман болса, мен баяғыда мұсылманмын дегендей сондай болып кетпеу керек та. Жалпы басқаша ойлайтын адамдар керек. Ол дінде де, діннің де, діннің ішінде де дамып отыруына басқаша ойланатын адамдар керек. Діннің ішінде де бұрынғы халде ойланатын адамдарға әрқашан жаңалық алып келген адамды әрқашан қарсы шыққан. Діннің өзінде де ішінде жаңалық алып келген, жаңаша көзқараста қарайтын ғалымдарды әрқашан оларды дұрыс емес қылдырып шығарған, әрқашан сондай қылдырған. Жаңалық жасау әрқашан бір қарсылық туғызады. Сен өзгеруге тырысқан күні сенімен соғыс басталады. Тағы да бір сұраққа кезек беретін болсақ, дін болмаса деді, адамзат ұрлық, зинақорлық, өтірікке толы өмір сүрер еді дейді. Қазір мысалға. Бірақ кейбір дін ұстанатын адамдар да осындай қателіктерге бой алдырып жатады. Бұл мәселені қалай қарастырамыз? Бұл сұраққа 100% жауап бере алмаймын. Иә, жауап бере беріңіз екеулеріңізге де. Вальтердің сөзі бар. Құдайдың жоқ екенін мен жалшыма айтпаңдар, әйтпесе түнде келіп бауыздап кетуі мүмкін деген. Бұл бірақ қай ғасырда айтылған білесіздер? Неге олай айтты? Өйткені сол ғасырдағы адамдардың ой өрісі солай болды. Төртуыл Шоқан өткенде бір жылқышыбай берген сұхбатында айтты ғой, қазақ әлі дін керек. Өйткені көп адамды қорқытып ұстау керек деп. Иә, қандай адамдарға дін керек? Қандай адамдарға қорқыту керек? Өз-өзін басқара алмайтын, санасы әлі дамымаған адамдарға. Мен сөйтіп айтамын. Неге? Өйткені қазір камера қойып өз жалғыз өзін тастап кетсең, ол менің соткамды алмауы мүмкін, телефон, ұялы телефонымды. Егер камераны алып тастаса, ол телефонды алса, демек ол ең опасный адам деп айтамын. А егер камера жоқ болса, ол сотканы алмаса, ол саналы адам. Сондықтан мен қазір дінсіз қоғам ретінде Ұлыбританияны алсақ болады, қазір 80%-нан астамы дінсіздер. Дания, Норвегия, Швеция, Нидерланды 70-80% ешқандай дін ұстанбайды. Бірақ әлемдегі ең алдыңғы 8 мемлекет, скандинав мемлекет жатады екен, ең бақытты және түрмесі жоқ. Дания білесіз ғой, ең соңғы түрме жабылды. Ұрлық жоқ, қылмыс жоқ, бірақ дін жоқ. Бірақ дін деп айтайын десе, өйткені қоғам саналы түрде дамыды. Болмаса политеистік діндерді алып келген скандинавтар ең көп құдайды алып келді. Сондықтан мен айта алмаймын. Дін құтқарады, дін бүкіл адамзатты ұстап тұр деп айта алмаймын. Өйткені дінсіз қоғамдар бар, мықты дамып кеткен. Жалпы ішкі немес экономика дейді, жалпы ішкі немен емес, өніммен емес, жалпы ішкі бақытпен өлшейді олар құндылықтарын. Ал біздің қоғам мүмкін әлі де керек деп ойлаймын. Мысалы қазақта енді ренжімесін, қазақта мынандай бір сөз бар да, құдайдан қорықпағаннан қорық деген. Мен керісінше мақал шығарамын, құдайдан қорыққаннан қорық. Егер құдайдан қорқып қылмысқа бармайтын болсаң, сен опасный адамсың. Егер өзің саналы түрде қылмысқа бармасаң, жоқ, ол бар болсын, жоқ болсын, мен не үшін қылмыс жасауым керек дейтін болсам, ол саналы адам. Вот саналы адамдар бізде бола ма, болмай ма? Вот осы мәселе. Сосын сондықтан діннің рөлі ол әркімге байланысты. Сондықтан айтамын, оның әркімнің жеке өзінің сенімі. Бірақ қоғам дінсіз қоғам, мен мысалы ретінде айтып отырмын. Мен айтып жатқан жоқпын, қазақ қоғамын дінсіз қоғам жасау керек те, санасын дамыту керек деп. Дін болу керек, иә, әркім өз жеке сенімінде. Бірақ түптеп келген кезде жаңағы салдарға емес, себепке қарау керек. Енді дін мысалға бағанағы айтып отқанымыздай сол дамып кеткен елдерді айтып жатырмық қой. Жалпы мынандай қоғамда жобамен 10%-тей саналы адамдар болады да. Енді дамытқан өзін әрқашан зиялы дейміз ба, сондай белгілі өз-өзін дамытушы, алға жылжытушы, әрқашан бір жақсылыққа қарай бет бұрушы, жақсылықты ойлаушы дейміз ғой. Немесе 10% адам жаманшылыққа қарай әртүрлі арам ойлар, алдау жолдары,
тағы да басқа да әртүрлі махинацияның түрлері деген сияқты иә ойластыратын иә адамдар бар. Қайсысы активні болғанына қарай. Қайсысы активні болғанына қарай. 80% жалпы бұл қара халық дейміз ғой енді біз қазақша айтқанда. Сол халық ол қайсысы активні болады, соған қарай бет бұрады. Енді демек сол елдерде бір алға жылжу, алға қоғам дамуы бар деген сөз да. Иә, олардың мынадай біз мысалға сол бақытты елдердің қатарында соңғы қараған кезімде 41-ші орындарға келгенбіз. біз ба Иә, 46 46-ға келгенбіз, иә. Япония бірақ алда емес екен. бізден кейін. Иә, бізден кейін тұр. Не жалпы ішкі өнім, жалпы ішкі бақыт деген бар, екеуін Иә, иә. шатастырмау керек. Жоқ, жалпы ішкі өнім емес, ол жерде бақыттылық бойынша. Бақыттылық бойынша Бақыттылық бойынша ол айтып бізден кейін тұрады. Бақыттылық бойынша айтып жатырмын. Бақыттылық бойынша сондай. Демек, бұл жерде әртүрлі бұл Европа енді бұл жерде көптеген тәжірибе жатыр ғой Дұрыс Европада. айтасыз, келісемін. Үлкен ғасырлар бойына әртүрлі қиындықтар, әртүрлі нәрселерден өткен үлкен тәжірибе жатыр. Солай. Енді ол жерде атеистік нелерді де көрдім проценттерін. Білуімше ондай қатты көп емес сіз айтқандай. Білмеймін, енді мен қателесуім де мүмкін. Бірақ мен көрген кезімде атеистік нелер ондай көп болмаған. ақш та көп емес. Жоқ, именно сол елдерде мен көргенім Данияны көрдім, Норвегия, Финляндияны көрдім, Норвегияны көрмедім. Тағы да Нидерланды, Норвегия. ол Бір қарап елдерді шықсаңыз болады. көрмедім. Жақсы. Ұлыбритания, иә. Жалпы, иә, егер дін деген кезде қайтадан, дін деген кезде діндер адамдардың проблемасын шешпесе, әрине адамдар діннен алшақтайды. Қазіргі кезде мысалға кейбір діни саладағы адамдарға, діндегі болып жатқан мәселелерге адамдар ренішін одан бет бұру арқылы көрсетеді. Ол егер қоғамдағы проблемаларды шешпесе дін, иә, адамдар шынымен ол діннен алшақтай бастайды. Ол егер ғылымға, білімге кедергі келтіретін дін болса, әрине ол адамдар қарсы позицияны ұстанады. Немесе өзінің қазақилығына, өзінің қазақы мәдениетіне қарсы сөздер айтылған естісе, әрине оған қарама-қарсы позиция ұстанады. Оны да дұрыс келтіру керек та. Кейбір кезде сол нормасын білмей қалып жатады да. Ғылымға қарсы нәрселер айтып қояды, немесе біздің мәдениетке қарсы, қазақилыққа қарсы бірдемелер айтып қойғаннан кейін қарсы позицияны ұстанады. Сол үшін мысалға ол кезде қазақилық осыған қарсы қандай не бар, соны ұстанып кетуі мүмкін адам. Мысалға бір тәңіршілдік бір не болса, осы қазақилық деп соны ұстанып кетуі мүмкін. Ол қазақилықпен білмеймін қаншалықты жақындығы бар, ол үшін бұрынғы көк түріктерге бару керекпіз де. Немесе атеизмге қарай. Ғылым мен атеизм бір деген түсінікке келіп қалады. Ғылым, атеизм, діндар адамдар, дүние жүзінде діндар болып, Нобель сыйлығын алып жатқан адамдар бар. Атеист болып та алып жатқандар бар, деист болып та алып жатқандар бар, діндар болып та алып жатқандар бар. Бірақ соңғы статистиканы көрдіңіз ба? Жоқ. Әлемдегі ғалымдардың қанша проценті атеист, қанша проценті діндар? Әрқашан ол, иә, соңғы уақыттарда солай болуы мүмкін. 93% атеист екен. 7% діндар. Әсіресе физиктер. Иә, енді Европада дінге қарсы ұстаным болды ғой. Алдында айтқанымыздай Ренессанс кезінде, иә, ол дінге қарсы позиция ұстанды. Жалпы ғылымның бастапқы кезеңіндегі алға жылжуы дінге қарсы позициямен алға жылжыды. Сол үшін ислам әлемі де бұдан қорқып қалды. Сол үшін иә, ислам әлемі де бұл ғылымға қарай бет бұрмай қойды. Бірақ оның таяғын кейіннен жеді. Қазір ислам әлемінде дін бар, ғылым жоқ. Дін бар, ғылым жоқ. Немесе айтады оның Европа бір мұсылман секілді. Бірақ кәпірлер. Кім сөз еді? Мен барып келдім Европаға. Шынайы мұсылмандар сонда тұрады екен, бірақ ислам жоқ. Мен өзімізге келдім. Иә, мұсылман әлеміне келсем, мұсылман жоқ, бірақ ислам бар деп. Иә, бұл мынандай мұсылман кәпір сипатты мұсылмандар деген сияқты. Сондайға айналдық. Демек, кәпір сипаттарын бәрін жинап алдық. Яғни әртүрлі діндегі жаман болып саналған сипаттардың барлығын ислам әлемі жинап алды. Жалқаулық, білімсіздік, қараңғылық, барлық сипаттарды жинап алды. Бірақ енді ол бүкіл исламның периодына қарамау керек та. То есть біз соңғы моментпен қарайтын болсақ, мысалға біз
Ақгүлдің шашы қызыл деп қарайтын болсақ, ол қызыл емес болуы мүмкін. Біраз Алдында талқылайды, көк болған болуы мүмкін. Иә, сондай. Сонымен бірақ шешім Ақгүлге бар бұған, мгм. білесіз ба? Бұны ислам әлемі шеше алды ғой. Ислам әлемі шешкен жоқ, жалпы тұлғалар шешті ғой. Мен шешім ұсына аламын, егер оны істейтін болса. Бірақ оны істемейді да. Бірақ айтып көрейін. Енді Қай уақытта ұлықбек жасады ғой. Ұлықбектің кезінде мысалы Әмір Темірдің немересі медреседе басшылықта физиктер, математиктер, астронавттар солар отырды. Бізге қазірге егер шынайы қарайтын болсақ, діни сауатты бар адамдар емес, ғылыми сауатты бар адамдар басшылыққа отырғызса, егер сол салаға, Дін мен саласына. дін саласына, ұлықбектердің әл фараби ибн синаның кезіндегідей, онда біз шынайы дамимыз. Сіз қалай ойлайсыз? Мен енді бұл жерде былай, қоғамның қажеттілігіне байланысты діни адамдар да соған қарай білім ала береді. Мысалға бұрын 90-шы жылдардағы неде сіз хадистердің арабшасын, дәлелдерін жаттаудың қажеті жоқ еді. Иә. Бірақ бізде белгілі бағанағыдай деструктив діни топтардың күшейгендігінен оларға жауап бере алатын адамдар, сол кезде білімді адамдар шыға бастады. Мысалы Ерсін Әміре деген сияқты кісілер алдын Атырауда бір наиб имам болып жүрген кісі еді да, бірақ осындай бір қоғамда қажеттілік туындаған кезде сондай шынымен өте білімді адамдар, именно діни жақтан, солар алға шыға бастады. Енді қазір жамағаттың арасында, жалпы мұсылмандардың арасында ғылыми өте мықты болса, барлығы жауаптарға бір философиялық жауаптар іздесе, немесе ғылыми жауаптар сұрайтын болса, сондай сұраныс болса, мен ойлаймын, бара-бара дін саласындағы адамдар да ғылыми жағынан мықты болу керек болып, олар сол жағынан күшеюі мүмкін. Білмеймін, бірақ болуы мүмкін. Потребностьқа қарай, соған қарай орын жабады деп ойлаймын. енді мынандай сұрақ дейміз ба, пікір дейміз ба, бірнеше сұрақты бірге тастайын, сіздер бір көсіліп айтатындай қылып. Қазіргі таңда, қазіргі қоғамда модерн молдалар пайда болды. Модерн молдалар қалай? Олар намаз оқиды, бірақ күнделікті заманауи өмір сүреді. Соларға сіздердің көзқарастарыңыз мысалы. Кәдімгідей айтады да, олар мен намаз оқимын, бірақ жұрттың бір енді дінге келетін болсақ, көп шектеулерді айтады, мынандай жасауға, олар кәдімгідей жүреді. Тарихты үшке бөліп қарастырамыз. Ал мынау Z поколение, Y, X поколение, альфа поколение деген ол маркетинг. Жүйе. Ал негізгі премодерн, модерн, постмодерн болып бөлінеді. Болашақта метамодерн келуі мүмкін деп болжаймыз, Харари болжап отыр. Білесіздер, премодернде бұл жерде тек қана дін үстемдік жасады. 100% құдайға сенеді, 100% құдайдың айтқаны болады деген. Бүкіл амалдар соған қарай жасалынды. Модерн білесіз, ғылыми дәуір. Постмодерн бұл аралас дәуір. Қазіргі молдалардың іс-әрекеті сол аралас дәуірде. Постмодерннің шығарған тұлғалары ол кішкене болып ұстайды, яғни мысалы көлікке жаңағы өзінің тәсбихін тақып қоюы мүмкін деген сияқты. Бірақ 100% ұсталынбайды, өйткені бәрібір заман өзінікін жасайды, уақыт, құндылықтар. Егер қазіргі молдалар немесе имамдар болсын, бұл дінді қатты ұстанатын адамдар болсын, премодерндегідей ұстанатын болса, бұл қоғам сыйдырмайды. Сакрат айтады, мен жалаңаш жүргенді ұнатамын, бірақ қоғамдық пікірде қорқамын дейді ғой. Сондықтан олар сөйтіп жүргенді ұнататын шығар, бірақ ол жасай алмайды, өйткені сен сол неге кірісуің керек қой, қоғамдық неге. Сондықтан меніңше ойлаймын, бұл норм нәрсе. Енді осыған байланысты мынандай, исламда жалпы ифрат тәфрит деген нәрсе бар. Бір нәрседе қатты кету, қатты ұстанып кету, ол да ислам емес. Фанатизм. Иә, ол фанатизм. Мысалға, мынандай бар ғой, мысалға мен бір сахаба айтады ғой, мен сендер мынандай ораза бар, мынандай ораза бар дейді. Сол кезде бір күн ұстап, бір күн ұстамайтын ораза бар дейді. Жоқ, мен күнде ұстай аламын дегенде, жоқ, ол уже ислам емес. Яғни бұл жерде қатты ұстанып, сондай немесе сондай радикальны бір нәрсені ұстану, ол нақты ислам емес. Ол да исламға қарсы дүние болып саналады. Енді тіпті банағы жай ұстануды да ислам жақсы көрмейді. Андай, мынау да болады, мынау да болады дегенді, әрине ол исламның өзінің несі бар, шарттары бар, ережелері бар. Мына шектен шықпау керексің. Мына қалай әмір етілсең, солай тура болу керексің деген аят бар. Сол секілді бұл жерде уасат жолы дейді. Енді ислами тілде айтып жатырмын.
ол жерде бағанағы орта жол деп айтылады да. Енді бұл ислам бойынша. Енді былай өмірде де қарасақ, ол жақсы дүние да. Ифрат тафрит деген нәрсе. Мысалға, жеркеншектік жақсы ма, жаман ба? Қатты болса, иә, жаман. қатты болып кетсе жаман. Мен қазір мына шайды іше алмай отыруым мүмкін. Ал тіптен жаман болса, жоқ болып кетсе, жеркеншектік, ол кезде мен бұны туалетке алып барып ішуім мүмкін. Сол секілді. Әр нәрседен қорқақтық пайдалы ма? Қорқақтық, иә, өзінің шегі бар. Тіптен қорқақ болып кетсең, ол кезде өмір сүре алмайсың. Ал егер тіптен қорықпай қойсаң, мысалға, ол да өте адамның өміріне зиян. Енді ол Сол үшін орта жол бар. Исламда да сол орта жол бар. Сіздің айтып тұрғаныңыздай орта жолды ұстанса, ол мысалға жаңа заманмен кейбір киім киісі, басқа да нәрселер киіп жүрсе, оған ислам жақсы қарайды деп ойлаймын. тура осы жерде мынандай әйелдер орамал тағу керек, ерлер сақал қою керек деген талаптар бар да. Бірақ ол адамды иманды ете ма? имандылық деген не ол? Имандылық деген бір қандай да бір құндылықтарды ұстанатын адам ба, немесе сақалы бар, хиджабы бар, бір қандай да бір парыздарды орындайтын адам ба? Бұл соны ашып алу керек. Өйткені имандылықты егер мұсылмандар меншіктеп алатын болса, немесе қандай да бір дін өкілдері меншіктеп алатын болса, онда имандылықты солардың қана істеп жатқан іс әрекеттері. Микрофонды былай емес, былай қойып қой, суды сол қолмен емес, оң қолмен іш, отырып іш деген сияқты. Ол меншіктелмейтін болса, онда мен былай айтатын едім, имандылықты оны меншіктеудің керегі жоқ. Онда кез келген атеист иманды деп атауға болады. Иман деген не керек? Біреуге зиянын тигізбейді, жақсылықты есепсіз жасайтын адам. Менің көзқарасым бойынша жақсылықты есепсіз жасайтын адам, ешкімге кедергі жасамайды. Сен басқа көзқараста болған үшін сені соттамайды, немесе сені ұрып кетпейді, немесе сені боқтамайды, қарғамайды. Түсінікті ғой? Басқа отбасына көмектесетін адам, адамзатқа қандай да бір көмегімді тигіземін дейтін адам болса, мен сол нәрсені адамға айтқым келеді. Бірақ егер сол нелер бар болса, сол аяғы сиятын болса, жоқ, егер жоқ, ол меншіктелген имандылық деген таза мұсылмандардікі немесе христиандардікі. Ол үшін сен міндетті түрде біреуге сенуің керек. Мен тәлікке сенсем, сен неге стаканға сенуің керек деген нәрсе болмайды. Сен мен тәлікке сенуің керек. Бірінші одан кейін барып тұрып сондағы жасалатын нәрсе парыздарды орындау керек, сосын барып имандылық деп саған айтуға болады дейтін болса, басқа сөз ойлап табуға тура келеді. Имандылық деген енді исламда иманды деп айту үшін белгілі өзінің шартта. Жоқ, ол енді бірінші иман болу үшін өзінің шарттары бар. Өзінің шарттары бар. Енді айтады, біріншісі бағанағы тафсили иман деп айтады ол жерде. Енді бағанағы 6 шартын айтады, немесе сол немесе жалпы соған 6 шартына сенген адам иманды деп айтады. Аллаға сенім, пайғамбарларға, періштелерге деген сияқты кітаптарға, соларға сенім. Енді ол жерде енді бір кісілер айтқан, бұл жерде Құранда айтылып әрқашан айтады екен да, мынадай иман етіп және жақсы амал жасағандар. Әрқашан сөйтіп келтіреді. Сол кезде кейбір ғалымдар айтқан, иманды болудың шарты ол жақсы амал жасау деп кейбір ғалымдар айтқан. Бірақ уә деген сөз бар ол жерде, орда және деп келтіргендіктен шарт емес дейді ол. Бірақ сол секілді не болу керек? Жалпы мұсылман адам әрқашан жақсы амал жасау керек дейді. Мысалға, көркем мінез туралы көп айтады негізінде исламда. Көркем мінез. Иә, көркем мінез туралы көп айтады. Жалпы біз қоғамда бір-бірімізге тілімізбен, ісімізбен, қолымызбен зиян келмей, бір-бірімізбен өмір сүре алуымыз керек қой. Бір-бірімізбен толерантты түрде өмір сүре алуымыз керек. Бір-бірімізге зиян тигізбей өмір сүре алуымыз керек. Егер сенің дінің, өмір сүріп жатқан дінің қызық болса, саған қарай тартылады. Немесе басқа бір діни адамның, басқа бір діндегі адамның өмірі күшті болып, сол бір жақсылықтар жасап жатса, халық соған тартылады. Немесе басқа да жолдарға келеді. Егер проблемалар шеше алмаса, басты дін проблемаларды шеше алу керек та, өзінің қазір қоғамдағы проблемаларды шеше алу керек. Өте дұрыс айттыңыз. Қазір осы жерде келсем, демек біздің қазақ қоғамы осы айналамыздағы тек Қазақстанда ғана осы проблемалар болып жатыр, басқа елде жоқ. Бізде қатты көтеріліп жатыр. Қазақ қоғамы діннен алыстап жатқан себеп қазір көбейіп кетті ғой. Демек дінді ұстанатын адамдар өзінің дұрыс жағынан көрсетіп жатқан жоқ. Мен өзімнің комментарийдің астына кіремін ғой, немесе басқа бір адамдардың астына кіремін, боқтап қарғайтындардың барлығы Діни адамдар.
100%, 99, 100. Бір екі адам шығып қалады, жігіттер міне өзімізді, қыздар жігіттер өзімізді жақсы жағынан көрсетейік, сол кезде бұларға үлгі боламыз дейді. Жоқ, қалғанда жоқ, қыру керек, жою керек бұларды. Сөйтіп қарайсың да, соған қарайды да, қалғандары біз сондаймыз ба дейді да, ақырындап. Бұл біріншісі. Екіншісі, маған біреу өткенде бір сұрақ қояды, маған айтады, сіздердің арқаларыңызда қазақстанда жастар сауаттанып бара жатыр, көзі ашылып жатыр. Мен жоқ деді, біздің арқамызда емес, бұл имамдардың арқасында деді. Олар көбірек уағыз айтқан сайын аналар қаша бастайды, өйткені олар сондай күлкілі нәрсе айтады, сондай ақылға қонбайтын нәрсе айтқан сайын анау кішкене болса да оқыған ғой, адамдар алыстай бастайды. Сондықтан бізге мүмкін шынымен дін жағына қарай ойысатын ғалымдарды алып келу керек шығар, нақты ғылыммен айналысатын. Өйткені шынымен біз кәдімгідей бұл түрімізбен артта қаламыз, елге күлкі боламыз, сөйтіп өзіміз жоғалтып аламыз. Жоғалтып жатырмыз. Енді қазір маған ұсыныс, менің ұсынысым солай. Онда медреселерге, мешіттерге шынымен ғылыми адамдарды апарып қояйық. Или күдік олар мынандай болуы мүмкін. Онда жұмаға адамдар болмай қалуы мүмкін. Иә, осы жерде тағы да бір мысалға дін және манипуляция деген нәрсе бар да. Иә, сол жерден бір сұрақтар туындаған екен. Кейбір адамдарда айтады да, Құдайға жақын болу үшін тек мешітке бару керек. Ол қазір үлкен резонанс тудырып жатыр. Ол бір емес, бірнеше адам шығып өзінің артын, мысалы мешітке келер алдында мына қалтаңа 10 мың, мына қалтаға 10 мың салып кел, мамаңа деп саласың, мына папаңа деп саласың деп Нұрсұлтан шықты. Одан кейін тағы бір имам шықты, мешітке келме егер садақа салмайтын болсаң деді. Сөйтті да халықты онсыз да үркітіп жатыр да ақырындап. Былай ойлайтын едім, 18 мың ғаламның деп айтады. Ол енді күшейтпелі сөз ғой. Бірақ білеміз, ғалам қазіргі анықталған 2 миллиард. Ол 18 мың ғалам. Одан кейін ішінде 6 миллиардқа жуық жұлдыздар бар. Сондықтан ол бірінші мәселе, ол қазір талқылайтын мәселе емес. Бұл жерде мен айтып қойып тұр. Сонда шаңның тозаңдай жерде, оның ішіндегі кішкентай бір тастан қалаған үйде соған келіп маған құлдық ұрыңдар деу, меніңше ол оған тән нәрсе емес, бұл адамзаттың ойдан шығарып алған несі сияқты. Құдай бар болса, оның әркімнің өзінің санасында болса, әркім өзінде болса, өз жерінде жүріп, үнемі санасында ұстайтын болса, меніңше сол адам дұрысырақ. Оны бір айдалада, ол бір парыздың біреуіне кіргізіп қойған, айдала құм далаға барып, оны бір тасты айналып келіп, ол тасқа табып, сол жерде тасқа табып, күмісті жалап жатқан. Мен бір видеомда шығардым, қазір 1,5 миллионға жуық инстаграмда, тиктокта хит болып кетті. Ол ақиқатқа тіке қарау керек, ашық қарау керек. Сондай жүрген бір-бірімен жабыспа деп жүрген адамдар бір-бірімен сол жерде жабысып жатқан. Мен кінәламаймын. Мүмкін өздерінің сенімді, бірақ меніңше шынына келгенде мен қазір айтпасам, жүрегінде болу деп айта алмаймын. Өйткені жүректе нейрон жоқ, жады жоқ. Жүрек ол насос қана айдайды. Ол кімнің ашуына тисем де, абайдан артықсың ба десе де, жарылып кетсе жүректеріне айтайын, жүректе ештеңе болмайды. Жүрекпен ештеңе ойлай алмайсыңдар. Санамен ойланыңыздар, шешім қабылдаңыздар. Бірақ қалай болса да бұл ақиқат, біздің қоғамның қазір қараңғыланып бара жатқаны, ештеңенің байыбына бармай, ештеңенің анығына бармай, кез келген жерде шешім осы менікі ақиқат деуі, бұл бізді ұзаққа апармайды. Асеке, мен келісесіз деп ойлаймын. Мүмкін біздің қоғамға әлі де болса да зерттеушілік, ізденімпаздық жетіспейді. Бағана сіз айтып отқан мынағы 10 мың теңге, 10 мың теңге алып кел деген мәселелер, енді бұл мынандай, көп кезде адамдар белгілі бір әлемде өмір сүріп жүреді. Сондай да, адамның өзі сондай. Әрқашан мынандай халықтың арасына, мысалға, болады ғой, мысалы, өте бай адамдар, өте жоғары деңгейдегі адамдар, егер нан жоқ болса, торт жесеңдерші, не проблема дегендей, сондайға айналып кетеді жалпы. Себебі бұл мысалға кейбір кезде болады ғой, сондай өте жағдайы жақсы адамдар, немесе биліктегі адамдар, кейбір адамдар белгілі өз әлемінде өмір сүріп жүріп, басқа әлемді көрмей қалады да. Сондай моменттер болып қалады. Сосын ол всегда неге байланысты айтқанын, қалай байланысты айтқандарын қарау керек. Иә, ол халықтың деңгейі 10 мың теңге, ол мысалға қатты ауыр тиетін адамдарда бар екендігін ескермей қалған әңгіме деп ойлаймын бұл жерде. Жалпы қажылық деген ол исламда тек қана ақшасы бар адамдарға парыз. Ақшасы жоқ адамдарға емес. Ақшасы бар адамдарға парыз болған нәрсе, білуімше.
Енді бірақ ол мынандай қоғамда жалпы исламда ақшаға мысалы зекет болсын, мына қажылық болсын, ақша табуға былай айтқанда бір мотивация беретін дін дейміз ба, солай да қарастыруға болады да, енді сол мағынада қарайтын болсақ. Иә, жалпы не ретінде адам мұсылман адам әл ауқатты болу керек, қуатты болу керек деген мағынада. Әрине әрқашан халықта әртүрлі адам болады. Сол кезде халықтың арасынан кішкене басқа әлемдермен, басқа адамдармен араласып кетсең, белгілі әлемің басқа бола бастайды. Анандай болған, бір жігіт айтады, бір кафе ашқан ғой. Сөйтіп кафе ашып, отырмыз дейді, мына семейный кафе деп. Адамдар келеді, тамақ заказ береді де отырады да, пиво әкеле салшы деп айтады дейді да. Ол жігіт, ана жігіт ішпейді. Сосын біз пиво сатпаймыз, семейный десе, ой деп тұрып кетеді дейді да. Сол айтады да, мен ойлаппын дейді, біз жүргенге кілең бәрі ішпейтін болды, уже қазақтар ішпей кетті деп ойлағанмын дейді. Сөйтсем біраз адам ішеді екен ғой дейді. Сондай бізде бір Кореяға барған кезде андай бәрі заказ беріп жатады. Анау айтады, бізде шошқаның еті бар, несін біз мен мысалы шошқаның еті, енді ана жерде тамақ іше алмай жүрмін да. Сөйтсек қасымыздағылардың бәрі береді. Былай қарасаң ешкім жемейтін сияқты болып көрініп кеткенмен, бірақ жағдай басқаша екен. Сол үшін кейбір кезде бағанағыдай имамдар, енді барлығы демеймін, ол просто алда жүрген кісілер ғой. Ол белгілі араласатын адамдары, әл ауқатты адамдары болып, сол басқа әлемге кетіп қалады деп ойлаймын. Сол кезде халықтың шынайы пульсін білмей қалады кейбір кезде. Ол проблема бар. Ол жалпы адамның проблемасы да. Мен мазалайтын сұрақ, Европадағы инквизиция уақыты келе жатқан жоқ па бізге? Халық бір күні оянып, осындай халықтың қаймақтары, діннің қаймақтары осындай әңгіме айтып отырса, жұмақты сатып алуға болады. Бұл Еуропада содан басталды. Жұмақты сата бастады. Сертификатпен, печатпен. Сода басталды бұл әңгіме Еуропада. Тура соның картинасы біздің Қазақстанда басталып жатыр. Негізі тарихта неге мешітке ақша керек, мешіт оны қайда жұмсайды деген ешкім оны сұрақ қойған жоқ. Бірақ мен қайда кететінін мен білемін. Мен оны қазір қозғамай ақ қояйын. Жақсы. Өйткені жаңағы жеткізетін адамдар, біраз іштегі адамдар, соларды біраз қайда кететінін, қайда баратынын, ол не үшін салынғанын, оны біраз мәліметтер білемін, бірақ ол маңызды емес. Менің уайымдайтыным мына нәрсе. Халық осы нәрсе соңында халықтың бәрі сол діннен жиреніп, ертең көтеріліске алып келіп, мүлдем Қазақстанда төңкеріс жасау мүмкін алып келмей ма Европа сияқты инвестицияға? Қалай ойлайсыз? енді ол жағын білмеймін, бірақ тарих қайталанады деген сөздер бар ғой. Кейбір іздер, мысалға, бұл атеизм, теизм мәселелері, ол Европада бұрында талқыланып кеткен мәселелер ғой. Біз қазір талқылап жатырмыз ол мәселелерді. Сол ғой, біз талқылап жатырмыз. Біз енді келіп жатырмыз. 100 жыл, 200 жыл бұрын талқыланып кеткен мәселелерді. Сол мәселелер енді біз жалпы егер қоғамда айтқандай әртүрлі сол жақтағы поптардың, сол кездегі папалардың жасаған проблемаларын сол ізбен жүріп қайталайтын болса, әртүрлі дін бөлек, халық бөлек болып кетсе, ол кезде халық діннің айтқан несін түсіне алмайды. Себебі халықтың арасында емес болған кезде діндар адамдар халықтың ішінен сөйлемесе, немесе ғылыми жақтан да бір жақты ғана сөйлейтін болса, көбіне діни адамдар тек қана бір жақты білім алуға тырысады, діни білім алуға тырысады. И білім деген тек қана сол деп ойлайтын. Білім деген сол деп ойлайды. Ол да дұрыс емес. Бұл барлық Аллахтың білімі, егер діни көзқараспен қарайтын болсақ, барлығынан хабардар болу керексің да, жан-жақты хабардар болу. Дәл сол сияқты атеист адамдарда кейбір діни темаларды айтқан кезде, олар тек қана діннің ішінен түсінбей айтады. Ол жақта бар. То есть әрқашан біз білмегеніміздің жауымыз. Адам білмегеннің құлы. Адам білмегеннің жауы. Құлы дейді, жауы дейікші. Сол әрқашан бір-біріне қарама-қарсы пікірлер айтады. Әрқашан мына жақтан да бір-бірін қарап түсінуге тырысуымыз керек қой. Бізде басты қандай болайық, қандай сенімде болайық, біз бір-бірімізбен ортақ тіл табысатын жақтарымызды іздеуіміз керек. Басты сол. Одан басқа біз әрқашан, алдында айтқанымыздай, әрқашан біз не таба аламыз? Айырмашылықтар таба аламыз көп. Көп деген айырмашылықтар. Іздесек көп айырмашылығымыз. Бірақ менің қорқынышым осы, бізде мысалы маған керек жоқ, маған біріккені керек. Бірлік керек. Ажырау емес. Біздің қоғам қазір ажырап бара жатыр.
керісінше бізге бірігу керек. Бірігу үшін түсіністік керек. Негізі көп нәрсені түсінбестік құртады. Мына Шахановтың түсіну теоремасы деп өлеңі бар. Соны оқып шықсаңыздар, сол жерде айтылады барлығы. Адамзатты мысалы Галилеоды, Коперникті, Абайды да, Мұхтар Әуезовті құртқан нәрсе түсінбестік. Ұлыларды түсінбестік құртқан. Сондықтан меніңше бізге түсінісу керек бірінші кезекте. Иә. Мүмкін мынау бұл да эволюция болуы мүмкін. Бізден Иә. өту керек шығармыз. Иә, өтуіміз керек. Біз қазір Асекеңмен сөйлесіп отқанның өзі бір үлкен бір деңгей деп ойлаймын. Өйткені осыған дейін мен Қазақстанда көрген жоқпын, бір мұсылман мен атеистің отырып пікір алмасып отыруы әлі біздің қазақ тарихында болды ма екен? Бір жерде акция Тарих жасап жатыр. тарих жасап отыр. Демек ары қарай да ол болады, қоғамдық пікірден, қоғамдық талқыдан қалыптасып шығады. Дұрыс қой? Сондықтан меніңше ойлаймын бұл болу керек шығар, бірақ ары қарай бізде айырылу, жеке бөліп, әрқайсысы мазһабтарға бөлініп, болмаса ары қарай көзқарастарға бөлініп алып мемлекет құру емес, бізге бірігу керек. Оның үшін бізге түсіністік керек деп ойлаймын. Енді жалпы қорытындылайтын болсақ, жалпы алған кезде айтады ғой, егер де дін дейді адамға ол жаңағы махаббат, түсіністік, жақсылық, адам бір-біріне де жаңағыдай тыныштық, қоғам алып келетін болса, онда ол өте жақсы. Ал егер де біздің қазіргі қоғамда болып жатырған сияқты көптеген зорлаулар, соттаулар, зинақорлықтар, басқа да жаман жағдайларға алып келетін болса, онда біздің дін ұстанғанымыздың пайдасы қаншалықты. Бұл жерде шығатын қорытынды, енді дін адамды емес, адам дінді басқара алатындай жағдайға жетсек, ол өте мықты да. Ол енді психологиялық тұрғыда ғой, мысалға да адам өзін жақсы жағынан, жаңа сіз айтқан сияқты, сенімді дұрыс тудыру, ғылымды дұрыс қолдану, барлық нәрсені де дұрыс жағынан егер пайдалана алсақ, онда ол бізге пайдасын тигізеді. Егер де оны әсірелеп, жаңа сіз айтқан сияқты фанатизм, басқа да дүниелермен қолданатын болсақ, ол бізге міндетті түрде зиянын тигізеді. Енді біз барынша дінді бір жақты ғана қарауға болмайды ғой, барынша сіздерге жақсы жағынан ой салуға тырыстық деп ойлаймын. Бірақ ол сіздердің пікірлеріңізді тудыра алуы, ол енді қалай айтсақ болады, заңды нәрсе. Әртүрлі адам болғаннан кейін әртүрлі пікір тудырады. Енді осы онда тұрған ештеңке жоқ. Бүгінгі подкастты қорытындыласақ, сіз бір-екі ауыз сөзбен, сіз бір-екі ауыз сөзбен. Сонымен әрі қарай тағы да оқырман сұрақтарына сәйкес жалғастыра жатармыз. Енді Қайреке, бұл тақырып әзір бізге бітетін нәрсе емес сияқты ғой. Бұл сұрақтарға байланысты әртүрлі бір айына бір рет әртүрлі қонақтар шақырып отыра аламыз деп ойлаймын. Мен де енді бір қатты бір айтып жүрген, қорғап жүрген резонанс тақырып қой енді. Біздің қоғамда қазір Асеке талқылап қатты бір қызу әңгіме болып жатыр. Мен осыны 4 жыл бұрын бастаған кезде, осыны қозғаған кезде, меніңше тек қана Дархан Әбдіқана телеарнада қозғап жүрді. Басқа білмеймін, мүмкін қозғап жүргендер болған шығар. Бірақ мен сонда өзіме мақсат қылып қойып алған нәрсемді, миссиям дей ма, мақсатым дей ма, халықтың көзін ашу деп. Мен де Европа сияқты елде тұрғым келеді деп. Сондықтан үнемі кез келген нені аяқтар алдында бірақ нәрсе айтамын. Оқу керек, іздену керек, білім қуу керек деп. Үнемі соны айтамын. Іздену керек, іздену керек, іздену керек. Адам айтып білмегеннің құлы. Адам негізі 25 жасында өліп, 75 жасында жерленеді дейді. Ол не деген сөз? Адамдардың көбісі ізденісті тоқтатып тастайды. Адам өмір бойы ізденіп өту керек. Сол адамдар өзін ақымаққа санайды. Сондықтан мен үнемі айтамын көрермендерге, іздену керек. Сіз бір нәрсе маған бірінші дәлелін алып келу үшін соны оқып келіңіз. Соны ізденіп келіңіздер. Сондықтан қазір біздің қоғамға жетіспейтін нәрсе осы. Сіз біреуге сеніп, пропагандаға еріп, насихатқа еріп емес, сіз өзіңіз ізденіңіз, зерттеңіз, саралаңыз. Өйткені логикаға, критикаға салмасаңыз, кез келген адамның атына еріп кететін болсаңыз, онда кез келген жобаның, идеологияның құрбаны боласыз. Сондықтан насихаттан ақиқатқа, магиядан мәліметке деп слоган қойып қойған себебім сол. Мен қорытындым осы. Енді жалпы дін мен ғылым қарама қайшы нәрсе емес, және де білгендер мен білмегендер ештең болмайды деген аяттар бар. Жалпы білім өте қатты қарастырылады, бірақ ол кезде білім дегенде діни білім емес тек қана. Бүкіл білім Аллахтың ғылымы дейікші, мұсылман ретінде. Және де мысалға қазіргі кезде бағанағы болып жатқан проблемалар ол жалпы қоғамның проблемалары. Оны қазір осындай жерлерде біз айтып,
сол мәселелерді талқылап, ашық талқылап, оны айтып жүргеніміз ол жақсы. Сөйтіп адамдар, Иә. адамдар үйрене бастайды, адамдар әртүрлі ойлардың бар екендігін бір-бірімізбен әртүрлі оймен бірге өмір сүре алуымыз керек. Дұрыс айтасыз. Келісемін. Ол нормальный нәрсе болу керек та. Иә. Әртүрлі, біреу бір аргумент айтуы мүмкін, біреу басқа бір аргумент айтуы мүмкін. Солай өмір сүре алуымыз керек. Бәріміздің ортақ ұқсастықтарымыз көп. Мгм. Бәріміз бір қазақтың баласымыз, бәріміз бір қазақстандықпыз, бәріміз бір әлемде өмір сүріп жатырмыз, бәріміз бір адамбыз, Иә. бәріміз бір бүкіл банағы жер бетінде бірге өмір сүріп жатырмық. Басқа жануарлармен бірге өмір сүріп Иә. жатырмық. Сол үшін бәріміз ортақ жақтарымыз көп, солай жасай алуымызға болады. Жалпы енді бұл жерде адамдардың мынандай бір не бар, психолог бір жағынан банағыдай духовный практик болған сондай. Сол кісі әрқашан өзінің несі бар, адамдардың деңгейлері бар. Сіз физикті айтып тұрған жоқсыз, астрофизик. Стивен Хокинг. Мен Ғалым. Дэвид Хокинс. Дэвид Хокинс. Стивен Хокинспен шатастырдым. Дэвид Хокинс өте жақсы. Сол Дэвид Хокинс деген кісі бар. Сол кісі сол жерде не бар? Адамдар әртүрлі сеніміне, то есть әртүрлі эмоциональный жағдайда Құдай оған әртүрлі көрінеді. Мысалға, өте төмен деңгейде болып кеткен кезде адам, Құдай сондай тыстап кеткен сияқты сезім береді. Өте төмен деңгейде ашулы Құдай, біреулерді жазалаушы Құдай, андай сен не деп тұрсың дейтін Құдайға айналады. Кейбір кезде Құдай әртүрлі сондай бейнелерге өтеді, ішкі адамның жағдайына байланысты, эмоциональный жағдайына байланысты. Сол үшін қазіргі кезде мысалға, ой, психологияның не үшін керегі бар деп айтудың өзі, былай айтқанда сөзің күлкілі. Себебі адамның эмоциональный жағдайына байланысты Құдайды әртүрлі түсінеді. Бір жағынан дін адамның эмоциональный жағдайын жақсарту болса, бір жағынан эмоциональный жағдайыңда діннің қай түрін ұстануыңа да әсер етеді. Сол үшін іштей біз ішкі байлығымызды күшейтуіміз керек, дамуымыз керек, әрқашан ізденісте болу керек, тоймау керек, ғылымға тоймау керек, білімге тоймау керек, әрқашан ізденісте болу керек. Ол сөйтпесек, біз қазір білімді қоғам келеді, жаймен келеді. Діни адамдар білім жағынан хабарсыз болса, ол сұрақтарға жауап бере алмайды да, дін мен халық бөлектене бастайды. Сол үшін діндар адамдар да басқа да білімдерді ала бастау керек. Бүкіл адамдар әртүрлі ғылымдарды, білімдерден үйрену керек деп ойлаймын. Өте керемет сұхбат болды, өте сауатты талдау болды деп ойлаймын. Пікірлер әртүрлі, көзқарастар әртүрлі. Алғы сөзде айтқанымдай, біздің бір-бірімізді түсіне алмауымыздың себебі біз әртүрлі ойланамыз. Онда тұрған еш нәрсе жоқ. Сіздің де бізге пікір айтуға құқығыңыз бар. Біз бұл тақырыпты жабық деп жарияламаймыз. Әлі де сіздермен кездесетін боламыз. Келесі кездескенше аман саулықта болайық. Дінімізді дұрыс бағытта, тілімізді шұбарламай, барлығын тек жақсылық бағытта қолдана білейік.